Қыздар, осындай өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді булочка дайындаймыз. Бұл рецепттің артықшылығы ешқандай сүтсіз, тек қайнаған су және жұмыртқамен дайындалады. Рецептін соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Сондай-ақ міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең бірінші ыдысымызға қайнаған жылы суымызды және оның үстіне май, тұз және қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның үстіне дрожжымызды және оның үстіне жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Бұл жерде басты ерекшелік барлық заттың температурасы комнатный температура болу керек. Одан кейін суымыздың үстіне шетінен ұнымызды еректен өткізіп отырып қосамыз да қасықпен араластырамыз. Себебі бастапқы уақытта қасықпен араластырған ыңғайлы болады. Осылай көрсетілгендей етіп, шетінен ұнымызды қосып отырып, қамырымызды жақсылап илейміз. Қасықпен араластыру қиындағаннан кейін қолмен ары қарай жалғастырамыз. Ұнды шетінен аздап қосып отырып, бізге қажетті консистенцияға жеткенге дейін қолмен илеп шығамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болу керек, сондай-ақ қолға жабыспау керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жақсылап қайырып, қайтарамыз да бетін жауып, қайтадан көтерілуге қалдырып қоямыз. Біздің қамырымыз тағы да көтерілді. Егер қаласаңыздар, осы жерде тағы да бір қайырып қалдырып қоюға болады. Жақсылап көтерілуіне көмектеседі. Осылай көтерілген қамырымызды шетінен алып отырып, осындай шариктер жасаймыз. Осындай шариктер жасап, столымыздың бетіне тізіп қоямыз. Одан кейін бетіне пищевая пленка төсеп, кішкене уақыт көтерілуге қалдырып қоямыз. Біздің қамырымыз осылай кішкене көтерілгеннен кейін қолымызға май жағып, булочкамызды алып, осылайдан сопақша жасап, одан кейін столдың бетіне қойып, екі қолмен екі жаққа қарай созып жаямыз. Одан кейін екіге бүктейміз және екі рет ораймыз да, осылайынан астыңғы жағына қарай өткізіп, осындай формалар жасаймыз. Бұл форманы жасау өте жеңіл. Осындай көрсетілгендей етіп, барлық булочкаларымыздың формасын жасап шығамыз. Одан кейін булочкаларымызды листіміздің астына пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды орналастырып шығамыз. Бір порциядан менде 22 дана булочка шықты. Енді бұл булочкаларымыздың бетіне пищевая пленкамызды жабамыз да, кішкене уақыт көтерілгенге қалдырып қоямыз.
Булочкаларымыз көтерілгенше осылайынан бетін жауып ұстаймыз. Мінекей біздің булочкамыз көтерілді. Бетіндегі пленкасын жайлап аламыз да 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің булочкамыз піскен кезде бетіне жағатын жұмыртқасын дайындаймыз. Бір жұмыртқаның үстіне 2 шай қасық қант қосып жақсылап араластырамыз да, булочкамыз піскен бойда ыстық кезінде бірден осы жұмыртқамызды бетіне жағамыз. Сол кезде көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз жалтырап, әдемі болып шығады. Және бетіне кунжут немесе мак себуге болады. Жұмыртқаны жаққан бойда сразу артынша сеуіп отыру керек. Бір жұмыртқаға жақтың, сол жұмыртқаның бетіне себесіз. Себебі булочка ыстық болғандықтан жағылған жұмыртқа бірден кеуіп кетеді. Барлық булочкамыздың бетіне осы жұмыртқамызды жағып шығамыз. Біздің екінші листтағы булочкаларымыз да пісті. Мінекей қыздар, көріп тұрғандарыңыздай бұл булочка өте жеңіл, сондай-ақ құрамына кететін заттар да аз. Бірақ булочкамыз жұмсақ және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Бұл рецепт сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта әлі де жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше.